Kalmamatовқа. Қалмаматовқа Бақыт Қалмаматовты 2 айға кесілді. Мера пресечениясы 2 айға чечилди. Мына машинаны тосып атышат, жақындары машинаны тосқанын қарабай. Едіп тоспа машина. Şöyle atmayın, kalktı söyleyince. Öyle ne bu tüme? Bas koşuyor. Бақытбек Қалмаматовтың бір тарапташын бұтын төлеп кетті. Қармауға, тибегіле, қармауға. Тибе. Қармауға, орған болса, тибе. Тибе дейм өу. Скорый. Қалмаматовты алып кетті. 2 айға бас қорғау шарасын кесіп атышат. Бақытбек Қалмаматовтың тарапташтары машинаның алдын тосқанға hareket kılıştı, бірақ машина қатты жүріп баратып, bir butun kыздың bir butun чекесін төөлеп кетті. Біrekке орық сынып қалды, же сынып қалды, анысын білбейсіз. Азырынша жатат. Тілекке қарсы мен оқиғаның жүрішін мындан ары шағылдыра албайым. Жұма намазға 10 минут қалды. Үлгіріп қалыш керек. Бардына болса дағы. Құрметті журналистер, егер сіздер маалыматқа жаңы эле катышып аткан болсоңуздар, анда сіздерге кабар айтып коеюн. Бактыбек Қалмаматовду баш коргоо чарасын 2 айга кести деп атышат. Адвокаттарынын, ошол жакындарынын маалыматына караганда, сот залынан жашыруун түрдө ошо арт жагы менен чыгарып кетти. Сот бүткөндөн кийин кайра ал кишинин жакындарына жолуктурган жок. Жакшы эле машинаны тосконго аракет кылышты, бирок Қалмаматовдун, Бактыбек Қалмаматовдун тарапташтары орусча айтмакчы отчаянный экен. А бул жерде пробка. Машинада ушул машинаны тепкилешкен болчу. Ушул машинанын алдында оперлер турушат. Ушул жерден тилекке каршы мына мол машинанын ичинде тилекке каршы мен окуянын жүрүшүн дальше тарта албайм. Мындан ары гаишниктер биз эми машинанын үстүнө жатмак белек. Эгер тарапташтары эшикке чейин чогуу чуркап чыгышса,
артынан кетсе анда ол пробка деп айтмакчы жерден алып калышмак экен. Бирок бул мыйзамга каршы иш катары бааланып калышы мүмкүн. Канчалык күйсөң дагы мыйзам чеңгели бул мамлекеттин чеңгели. Ал киши машинасы кайрылып кеттир, эми чыкты. Урматтуу тарапташтар, Бактыбек Алмаматовдун тарапташтары. Ушул менен эфирди жыйынтыктай берейин. Биздин мамлекетте чындап эле балким төбөлдөрү, бийлик төбөлдөрү адилеттүүлүктөн тайдыбы деген ойго барып кептелгенден башка аргабыз жок. Себеп дегенде сот залынан чыгып баратып Бактыбек Алмаматов ушул сөздөрдү айтты. Хан адилеттүүлүктөн тайды, мындан ары алардын башкарганга укугу жок, моралдык укугу жок деди. Жума намазынын парзына болсо да жетишип калыш керек эми. Сіздерге маалымат чагылдырам деп